Медициналық техниканы Қазақстанда жасап шығарған жөн. Басқалада өткен халықаралық форумда вице-премьер Ералы Тоғжанов осылай деді. Үкімет шетелдік компаниялармен келіссөздер жүргізіп, медициналық құрал жабдықтар дайындайтын кәсіпорындар ашу тетіктерін қарастырып жатыр. Өйткені медициналық техниканың локализациясы сырттан сатып алғаннан гөрі тиімдірек. Халықта ем алу үшін сыртқа шығып сандалмайды. Жалпы пандемия бұл саланы жаңа технологиямен жабдықтаудың қаншалықты маңызды екенін көрсетті. Сондықтан медициналық қондырғылармен қамту басты бағыттардың бірі болып қала бермек. Өткенде мына нейрохирургияға арнайы гамма-0 деген арнайы қойылды ғой. Бастың онкологиясын тексеруге байланысты. Бұрын оның бәрін еліміз сыртқа баратын, тек қана диагностиканың өзін сол жақтан барысуға тура келетін. Қазір ол жерде диагностика ғана емес, нақты ем алуға мүмкіндік бар. Соның өзінде мысалға 160 адам бір жылдың ішінде қазір қаралып шықты. Ол деген әрбір азаматтың шетелге бару үшін ол қаражаттың өзі қаншама дүние. Ол жаққа барып жататыны бар, тамағы бар. Ол жақта емнің өзі қаншама әрбір жанұяға қаншама ауыртпалық келеді. Форумнан соң Ералы Тоғжанов бастаған делегация медициналық техникаға арналған көрмен ашты. Мұнда отандық және шетелдік компаниялар фармацевтикалық өнімдері мен медициналық құрал жабдықтарын қойған. Алыс жақын шетелдерден келген ірі кәсіпорындар Қазақстанмен әріптестікке дайын екенін мәлімдеді. Қондырғыларды сатып алып орнатудан бөлек, олармен жұмыс істей алатын мамандарды даярлау маңызды. Шара 3 күн жалғасады. Денсаулық сақтау саласына қызығушылық танытқандар ірі компаниялардың баяндамаларын онлайн тыңдай алады.